Ағамыздың шалбары ұзын болып қайтарып қалған екен. Ағамыздың өзі жоқ, апамыз басқа шалбарына келіп, керек өлшемін белгілетіп алды. Ескі подгонкасын сөтіп тастадық та жақсылап үтіктеп алдық. Енді керек өлшемімізді сызып аламыз. Міне астыңғы сызықтарымыз қайшымен кесетін сызығымыз, үстіңгі сызығымыз лентаның тегетін жері, яғни шалбардың дәл керек ұзындығы. Екі балағында қиып алып тастаймыз да қиылған жерімізді оверлоктаймыз. Оверлоктың қасына келгенде осылай паутинка дейміз. Текстильный клейді салып тұрып астыңғы жағын оверлоктап аламыз. Егер оверлогыңыз жоқ болған жағдайда машинкада зигзаг деген тігіспен тігіп алсаңыздар да болады. Міне паутинкамызбен бірге оверлоктап кеттік. Енді тесма тігеміз. Міне бізде берілген үстіңгі сызығымыз, сол жерге тесмамызды астына қарай қоямыз да тігіп шығамыз. Тесмаға 2 тігіс түседі. Міне айналдырып, екінші тігісінде тігіп шығамыз. Осылай 2 балақты да тігіп аламыз. Енді шалбардың өзінің балағының 2 тігісі бар ғой, сол жерін осылай бүктеп аламыз да ішке қарай. Осы жерде закрепка дейміз, осылай закрепка жасап аламыз. Сол кезде балағымыз ашылып кете бермейді. Осылай 2 тігістен үстінен закрепка жасап аламыз. Енді үтіктейміз. Ол үтіктердің алдында мен осылай инелермен қадап алам. Астыңғы тіккен тесмамыз 1 мм-ге шалбардың астынан шығып тұру керек. Солай үтіктейміз. Сол кезде шалбарымыздың балағы егеліп, немесе туфлидің креміне жағылып қалмайды, бәріне тесма жүреді. Міне жақсылап үтіктеп аламыз. Жаңа оверлокта тігіп кеткен тесмамыз осылай жабыстырып тастайды. Міне шалбарымыз дайын болды. Апамыз да, атамыз да риза. Пайдалы болса, лайк басып жазылыңыз.